Әкесінің кегін алу үшін түрмеге дәрігер болып орналасады. Дорамада ағза ауыстыру, яғни трансплантация жасау жайлы небір сұмдық жайттарды көріп білесіз. Енді дораманың мазмұнына тоқталайын. Бас кейіпкер қан дәрігер, түрме дәрігері болып орналасады. Басты мақсаты әкесінің кегін алу еді. Өйткені әкесін өлтірген қаншер сол түрмеде жазасын өтеп жатыр. Ал әкесі қалай өлді? Әлгі қылмыскер ағзаларын алып сатып жіберген. Қан дәрігер ағза алып сатарын дәрі беріп қинап өлтірмекші болады. Осылай ойын жүзеге асырып келе жатқанда, ол бұл қылмыс әлемінің басында әлдебіреудің тұрғанын түсінеді. Осыны анықтамақ болып жүргенде қылмыскер қашып кетеді. Оқиға тіптен шиеленісе түседі. Қан дәрігер нағыз маман еді. Талай жанның өмірін арашалап қалады. Бірақ томағат тұйық, ешкімге сыр ашпайтын жан, көзі тек мұңға толы, бар ойлағаны қайтсе де кек алу, қылмысты ашу. Сөйтіп қылмыскерді іздеп арпалысқа түсіп жатқанда өзінің асырап алған әкесі, ұстазы еңбек ететін аурухана әлгі заңсыз ағза ауыстыратын орын екенін ұғынады. Сөйтіп осы аурухананың трансплантация бөліміне жұмысқа тұрады. Қылмыс әлеміне қатысты бар адамдар оның айналасында жүр. Негізі бәрін білдіріп отырған, бұйрық беріп отырған аурухананың бас директоры еді. Әңгіме былай болған. Директордың қызы 15 жыл бұрын жүрек ауруымен ауырған. Қан дәрігердің әкесінің жүрегі сол қызға салыныпты. Содан бастап директор қылмысын жасырып әрі жалғастырып келген. Ал әлгі әкесінің жүрегі салынған қыз осы ауруханада. Қан дәрігердің көз алдында жүрді. Ол жан сақтау бөлімінің дәрігері. Ал қашып жүрген қылмыскерді қан дәрігері бірнеше мәрте ұстап алмақшы болғанмен, ол сәтсіз аяқталды. Ең соңында мықты жоспар құрып былықтың бетін ашады. Қандай жоспар? Оны дорамадан көріңіз. Дораманың аты Крест. Қазақша субтитрмен OneFansap тобынан көруге болады. Telegram OneFansap.